Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай өте нәзік болып шығатын творожный пирог жасаймыз. Оның қамыры ерекше, өйткені біз оны үгітілмелі қамырдан жасайтын боламыз. Ол үшін ұнды, разрыхлитель қантты жақсылап араластырып, үстіне салқын сары май салып, осылай үгітіп аламыз. Начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге творог, жұмыртқа, қант, сметана қажет болады. Барлығын блендермен жақсылап езіп аламыз. Менде үйдің сүзбесі болғандықтан өте қою болып шықты. Кез келген сүзбе жарай береді. Ең алдымен табамыздың астына үгітілмелі қамырымызды орналастырамыз. Бортиктарын шығаруды ұмытпаңыздар. Оның үстіне салмамызды салып, тағы да үгітілмелі қамырмен бетін жабамыз. градуста 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз дайын. 2-3 сағаттай суытып, сосын холодильникке тағы да салып алсаңыздар, өте күшті болып шығады. Қалауларыңызша әрлеп, үстіне берсеңіздер болады. Өте нәзік пирог болып шықты. Баршаңызға ас болсын, жасап көріңіздер.